Армысыздар, қайырлы күн. Әлемді алақанынан тамашалап отырған әлеуметтік желінің ар жағындағы қадірлі көрермен, қымбатты біздің оқырмандар, өздеріңізге уәделі уақытта бүгінгі онлайн кездесуімізді бастаймыз. Бүгінгі онлайн кездесуіміздің қонағы халықаралық жас қазақ ұйымының төрағасы Нұрымжан Жұмағазиев. Нұреке, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Жалпы мынау біздің тәуелсіздіктің міне биыл ордалы елімізге 30 жыл толып жатыр. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы сол баршамызға құтты болсын. Енді осы орайда біз мынау тәуелсіздік жылдары ең үлкен жетістіктеріміз ол біріншіден шекарамызды бекемдеп алдық, екіншіден елордамызды осы Астана төріне, Сарыарқа төріне көшіріп алдық, үшіншіден осы шеттегі қазақтарды атамекенге жидық. Жалпы осы тәуелсіздік жылдарынан бері қарай келіп жатқан қандастарымыздан өзің енді мынау халықаралық жас қазақ ұйымының сонда жетекшілік етіп жүргеннен кейін, отандастар қорында жүргеннен кейін қазіргі сол кездегі жастармен келген тәуелсіздіктен кейін қазіргі келіп жатқан жастардың арасындағы айырмашылықтар қандай? Жалпы ол кездегі есеппен қазіргі кездегі келіп жатқан қазақтардың есебі өсті ма, бір ілгерілеушілік бар ма деген сияқты? Рахмет. Енді тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы баршамызға құтты болсын. Қайырлы күн дейік тағы да, құрметті көрермендер. Енді сұраққа жауап беретін болсақ, енді өзіміз тәуелсіздіктен де кішіміз ғой, жаспыз. Бірақ қазіргі таңда елге келіп үлкен жетістікке жеткен, қазіргі таңда осы қызмет жасап жатқан қазақ еліне келіп, сонау 91 жылдан бастап, ұлы көштен бастап келіп жатқан біздің аға әпкелеріміз, бауырларымызбен қазіргі келіп жатқан студенттерді салыстыратын болсақ, айырмашылық бар. Бізде қазір жалпы қоғамда стереотип қалыптасқан ғой. Біздің дәстүрді негізі шынымен де солай. Қытайда тұрып жатқан қандастарымыз, Моңғолиядан қазақ дәстүрін жетік білетін, қазақ тілін жетік меңгерген. Бүгінгі таңда қарап тұрсаңыз, шамалы өкінішке орай бір нелер бар, кемшіліктер бар. Өйткені енді бұл әр мемлекеттің өзінің саясаты деген сияқты нәрсе болуы мүмкін, енді әртүрлі жолдар болуы мүмкін. Бірақ қазіргі келіп жатқан жастарымыз да өте белсенді. Оған бір мысал, бізде осы зерен лагерь ұйымдастырылады, жазғы уақыттарда жастарға арналған. Сол жерге біздің қандастардан 30 қандасымыз 3 топқа бөлініп қатысты. Үшеуі де жалпы бизнес жоспарларын қолдап, қорғап, жақсы нәтижелі, ақшалы жетістікке жетіп, өздерінің оң жағынан көрсете алды. Одан бөлек енді қазіргі таңда ғылым саласында, білім саласында да жетістікке жетіп жатқан студенттеріміз бар. Жалпы енді мынау біз тәуелсіздік алғаннан кейін 92 жылы қыркүйекте осы дүниежүзі қазақтарының бірінші құрылтайында дүниежүзі қазақтар қауымдастығы құрылды. Одан бері қарай өзінің міндетін, жалпы содан басталған ұлы көштің соның басы қасында жүрді, соның өзінің міндетін ол қауымдастық атқара білді деп ойлаймыз. Ал енді осы дүниежүзі қазақтар қауымдастығының 5-ші құрылтайында арнайы елбасының тапсырмасымен осы отандастар қоры құрылды. Жалпы бүгінге дейін отандастар қоры қаншалықты осы шеттегі келген қандастарымызға жаңағы мүмкіндіктер жасады, қаншалықты жұмыстар атқарылды? Бұл енді өте үлкен ауқымды сұрақ. Оған енді біздің қордың басшылығы немесе мен енді өзімнің бағытым бойынша, негізі әр саланың өзінің маманы жауап берген дұрыс қой. Білім, егер жастар бойынша келіп жатқан, мысалы, былай алайықшы, 2020 жылғы бір жылғын алайық, немесе 2019 жылдан бастап алайық, келген бізге студенттер, мына дайындық курстарына келген студенттердің саны қанша деген сияқты? Өте дұрыс. Жоғарғы оқу орынға түсіп жатыр ма келген студенттер? Сосын ол жоғарғы оқу орнын оқып бітірген бір бөлек, және олар жұмысқа орналасып жатыр ма, қоғамға бейімделіп кетіп жатыр ма деген сияқты әңгіме ғой. Өте орынды сұрақ. Енді жалпы біздің үкіметіміз, еліміз қандастарға деген көзқарас өте оң. Ол үшін мен екі жағдайды айтып өткім келеді. Яғни 2019 жылы бізге қандастарымызға 1000 орын бөлінген болатын дайындық бөліміне. Алайда біздің қандастарымыздың саны 1238 болды.
мыңнан асып кеттік, яғни грант берілген. Енді 1000 грант алды, қалған 238-і бәрі де Қазақстанға келді ғой енді білім аламыз деп. Сөйтіп оқуға түсуге орын болмай қалды. Енді елім деп келген біздің бауырларымызды кейін қарай орын жоқ, грант жоқ деп қайтармай, біз үкіметке жеткіздік бұл өтінішімізді. Олар қабылдап 1238 солаймен тағы да постановлениені өзгертіп, жаңағыдай қаражат қой, бұның барлығы грант болады, өзінің тұратын орны бар деген сияқты қайтадан қаражат бөлгізіп барлығын түгелдей оқуға түсіріп алды. Бұл өте үлкен бір ауыз толтырып айтатындай нәрсе деп айтуға болады. Негізі оны орын жоқ, грант жоқ, бәрі бекітіліп кеткен деп жылы жауап салуға да болады. Бірақ олай емес. Қайтадан барлық нәрсені көтеріп грант бөлгізді. Бұл бірді болса, екіншісі осы пандемия кезіндегі біздің ұлттық бірыңғай тестілеудің ұйымдастырылуы онлайн форматта. Яғни бізде бірінші семестрді бітіріп кетіп қалған қандастарымыз дайындық бөлімінде енді бакалавриатқа түсу үшін, грант иелену үшін бізде ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырады. Сол ұлттық бірыңғай тестілеуге олар келе алмады. Ал тестілеу ол біздің Қазақстанда, яғни бір мекеменің ішінде ұйымдастырылу керек нәрсе, ол ұлттық болғандықтан. Сондықтан оның бірнеше жолдары болды. Қандастарымыз алып келеміз дедік, біздің үкіметіміз рұқсат берді, шекараны ашамыз деп келсе, бірақ өкінішке орай ол мемлекеттер шығармады. Одан кейін біз барамыз дедік, бізді де қолдады үкімет. Барыңыздар, комиссия жасақтайық, жіберейік деді, бірақ ол мемлекеттер қабылдамады. Ең соңында бір ортақ шешім шықты, ол онлайн, онлайн форматта өткізу. Осыған біздің ұлттық тестілеу орталығы бар, білім министрлігі бар, барлығы қолдау білдіріп, ұйымдастырып, онлайн форматта ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізіп, бүгінгі таңда бірнеше қандасымызды шетелде тұрып жатқан Қазақстанға оқуға түсуге мүмкіндік бердік. Негізі онлайн, бұл жалпы онлайн ұбт тарихта бірінші рет болған жағдай, қандастар үшін ғана ұйымдастырылды. Осындай бір айтатындай нәрселер бар. Жалпы бұл туралы шет жағасын біледі, өзімізде көріп жүрдік онлайн түрінде. Бұны отандастар қоры болсын, дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы болсын, бұл жағынан ұтымырақ жұмыс істеді. Жаңағы өткен жылдарда шетелдегі қазақтың мемлекеттен бөлінген гранттан саны асып кеткен жылдарда олар ұтымды жақсы жұмыстар істеді. Оны бір мақтанышпен бір құптап айтуға болады. Санына тоқталатын болсақ, 2019 жылы жаңағыдай 1238 қандасымыз түсті. Одан кейінгі жылы 20-шы жылы біздер 18-19-да ғой енді түскен. Одан кейін біздер 1300 орын бердік. Одан кейін қазіргі таңда 825 қандасымыз оқып жатыр. Одан кейін 20-21-де қазіргі таңда 825 қандасымыз. Бірақ ұлттық бірыңғай тестілеуге ниет білдірген қандастарымыз саны 2025 болды. Нақты сандары бізде көрсетіліп тұрды. Енді өзіңіз көріп тұрсыз ғой, жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуге, Қазақстанға оқуға түсуге ниет білдіргендердің саны 2025. Бірақ келіп оқуға түскендердің саны, грантқа түскендер 909 адам. Енді біздің қазір мақсатымыз мынадай: үкімет тарапынан бөлініп жатқан грант аз емес, 4% квотаңыз ол тоже 2000-нан асады. Яғни 2000-нан асады. Сондықтан біз соны толық игеру мақсатта қазір жұмыстанып жатырмыз. Сол 2025 адам мысалға айтайық та, ол келесі жылы 3000 болуы мүмкін биыл. Келген қандастарымыз, оқуға ниет білдірген қандастарымыздың барлығын толықтай оқуға түсіру, сондай жоспарлап жатырмыз. Бірақ бір нәрсені айтып кету керек: білім саласы бұл көші-қон емес. Бұл жерде сапа керек. Білімділіктің деңгейін міндетті түрде қараймыз. Егер болмаса, бізде колледждерге түсуге деген сияқты өте көп мүмкіндіктер бар. Ол жерде де бізде 4% квота бар, қандастарға қарастырылған. Биылғы жылы колледжде 526 қандасымыз грантта оқып жатыр. Өзі түсуге ұсыныс бергеннің өзі 526, толығымен грантқа түсіп қазір оқып жатыр. Сіздерде биыл енді 2020 жылдан бері қарай жаңағы карантин болды, бүкіл мемлекеттерде шекаралар жабық. 2021 жалпы биылғы мына дайындық курстарына келетін студенттерді қалай ұйымдастырып жатсыздар? Олар қалай келіп дайындық курстарына түсе ала ма? Қалай оқи алады олар? Ол осы биылғы жылдың негізі пандемия көп нәрсенің шындығы. Өткен жылдан қалай тәжірибе алдыңыздар мысалы? Өте дұрыс айтасыз. Енді өткен жылдың тәжірибесі демекші, жаңағы онлайн ұбт біраз қиындықтар туғызды. Сол нәрсе қайталанбас үшін қазір хабарландыру ретінде де айтып өтейін. Кеше осы әрине 2 күн бұрын бізде жоғары оқу орындарымен дайындық бөлім басшыларымен кездесу өткізіп, бір ауыздан
24 ақпан күні. Енді оны қосымша біздің әлеуметтік желіде жариялаймыз, өзгерістер болып жатса. Ұлттық бірыңғай тестілеудің онлайн форматына пробный тест бар ғой, байқау сынағын өткізуді біз қазір жоспарлап жатырмыз. Оған ұлттық тестілеу орталығы толығымен қолдады. Бүгінгі таңда біз меморандумға отырдық ұлттық тестілеу орталығымен, жалпы осы қандастарды қолдау мақсатында. Енді келіп жатқан оқушылар енді бізде онлайн ғой, ол жерде де дайындық бөліміне онлайн құжат тапсырды, онлайн түсті, оқып жатыр, қазіргі таңда да онлайн оқып жатыр. Бұл енді шындығы керек, стипендия мәселесі, шәкіртақы проблема болды. Өйткені Қазақстанға келіп, шекарадан өтіп, өзін төлқұжатымен келмесе, бізде банктер счет ашпайды. Сондықтан олар ала алмайды стипендиясын. Бірақ бұл шәкіртақысы балаға тиісті, университетте счетында тұр. Бала Қазақстанға келген кезде толығымен осы бірінші айдан бастап соңғы айға дейін толықтай жинақтап алып кете алады. Бұл да бір үлкен мүмкіндік деуге болады. Бірақ енді қазіргі таңда осы шекара ашып келмейде соларға жеткізіп берудің жолдарын қарастырып жатырмыз. Бірақ ол шәкіртақы студенттің еңбегі, ол қалайда студенттің қолына тиеді, жинақталып болса да. Бәрекелді, өте жақсы, қуанышты ақпарат. Жалпы енді мынау жаңа білім саласының сапасын айтып жатырмыз ғой, дұрыс ол. Дегенмен осы шеттегі қазақтарды атамекенге әкелу барысында, әсіресе жастарды енді өзің азаматтық пікірін қалай ойлайсың? Мысалы, кез келген өтініш берген жастарды бірден қай жағынан болмасын қарап, санға жұмыс істеу керек па, әлде сапаға жұмыс істеу керек па, санға жұмыс істеу керек па? Менше өзіңнің азаматтық пікірің. Өте дұрыс сұрақ. Негізі мен осыны ойладым, негізі сапаға деп. Өйткені білім саласы бұл жай сала емес. Бұл жерде университеттің өзінің деңгейі болады деген сияқты. Бірақ мен бір журналдан оқыдым сол сөзді, сапа саннан шығады деген. Әрине. Мыңнан тұлпар, 100-ден жүйрік дейтін қазақтың сөзі бар ғой. Сондықтан негізі санға да бір көңіл бөлу керек сияқты. Бірақ балалардың барлығы білімді, барлығының өзінің айтарлықтай еңбегі бар. Оларды тек бейімдеу керек. Колледжге, жоғары оқу орындарына, ұлттық университеттерге бөлінеді ғой. Сол сияқты бейімдеу жіберсек, барлығының толықтай түсуге мүмкіндіктері бар. Сондықтан бұл жерде сол бейімдеуге көбірек көңіл бөлу керек. Дұрыс айтасың, Нұреке. Жалпы енді Қазақстанда еліміздің ішіндегі білім сапасы әрине сапаға жұмыс істеу керек қой. Бірақ дегенмен де жаңа өзің жақсы айтып отырсың, шеттегі ең бірінші біздің міндетіміз ол мынау ұлан-ғайыр даланы қазаққа толтыру, сандық мәселе ғой жаңа. Иә, сол жағынан ескерген дұрыс деп ойлаймын. Жалпы өзің мынау жас қазақ ұйымы төрағалық жетекшілік етеді. Қашан құрылды бұл? Отандастар қорының жанынан құрылды, иә? Жанынан құрылды. Бұл қазір қандай жұмыстар атқарады? Жас қазақ жастар ұйымы 2019 жылы сол Ақтау қаласында, үлкен Маңғыстау облысында үлкен жаңағыдай Киелі Қазақстан деген жоба аясында құрған болатынбыз. Ол жерге 20 біздің қандасымыз келді, 8 мемлекеттен, ең белсенді блогерлер, журналист деген белсенді жаңағыдай қазақ қоғам ұйымдарының төрағалары келді. Сол жерде негізін қаладық. Екінші кездесуіміз осы Нұр-Сұлтан қаласында өтті. Сол жылы қараша айында. Бірақ негізгі мақсатымыз жалпы осы Қазақстанға келген және шетелде жүрген қазақ ұйымдарының, қазақ жастарының ауызбіршілікте болу. Оларға әлеуметтік жобалар ұсыну, сол сияқты негізгі мақсатта құрылды. Жалпы осы Қазақстанға келіп жатқан нелерде көп білім алушы жастар. Бірақ енді бір нәрсені айту керек, жас қазақ ұйымының өзінің ережесіне сай біз бір жыл сайын оның төрағасын ауыстырып отырамыз. Осы жақында ғана төрағасын біздің әріптесіміз Алжан Шарипов мырзаға табысталған болатын. Жүктелген міндеті қазір Алжан айналысып жатыр. Бірақ осы басында негізінен құрып жасадық жұмысын. Сіз бір жыл болдыңыз, иә? Бір жылда қандай төрағалық кезінде қандай жетістіктер болды? Енді сөзін шынын айту керек, көш жүре бара түседі ғой. Сондықтан бірінші жыл енді өте қиын. Біздің шақырған жастарымыз кейін қарай, мысалға 10 адам келсе, 5-еуі сізбен жұмыс жасайды. 5-еуі әртүрлі, енді әр адамның өзінің азаматтық позициясы бар, мнениесі бар деген сияқты өзінің саласында жұмыс жасау мүмкін. Сондықтан енді көш түзеліп келе жатыр. Бірақ жаңағыдай негізінен осы жастар деген кезде оның ішіне біздің бүлдіршіндерімізге арналған жазғы лагерлер,
жұмыстары, одан кейін осы білім саласы, олармен студенттермен кездесу ұйымдастыру деген сияқты нәрселер жүріп жатыр. Жақсы. Жалпы осы мына шеттен келген қазақ жастарының елге, атамекенге келгеннен кейін жолығатын қиыншылықтары, басты проблема қандай, мәселелері қандай? Дұрыс айтасыз, қазір ана құжаттық мәселе, тілдік мәселе деген сияқты бізде ондай проблемалар бар. Ол проблемаларды жою өте қиын деп ойлаймын, өйткені шынымен де өзге ортада, өзге мемлекетте өскеннен кейін әртүрлі менталитет жағынан болсын, тілдік жағынан болсын проблема болады. Сіз бір пәтерден бір пәтерге көшудің өзі оңай емес. Ал бір мемлекеттен бір мемлекетке ауысып келіп, оның азаматтығын қабылдап, өзге мемлекеттің азаматтығынан шығып кіру, ол да оңай емес. Сондықтан мен көбіне біздің бауырларымызға, студенттерімізге айтып отырамын, шыдаңыздар, азаматтық алынбайды емес, алынады. Бірақ күту керек. Қағазы көп дейді, жаңағыдай өтініштер айтады, енді мына жерде қағаз көп, мына жерімізді түсінбей жатырмыз, мына не үшін сұрайды деген сияқты да. Ұлты қазақ дегенді бірнеше рет сұратқан кездер болған, бірақ енді ол дұрыс емес, біздің тарапымыздан дұрыс болмады. Бірақ оның бәрін қазір жөндеп, реттеп келе жатырмыз. Негізгі проблема сол тілдік проблема ғой. Яғни орыс тілін білмеу. Орыс тілін білмеу, бірақ қазіргі таңда негізгі акценттің бәрі қазақ тілінде ғой. Сондықтан қазір ол проблема жойылып келе жатыр. Жазу мәселесі. Тура осы 2000 жылдан бері қарайғы түлектер, дайындық курсына түсіп жатқан түлектер, барлығы қай елден келсін, негізі көп қай елдерден келеді негізінде? Негізінен бізге келетін ол бірінші Моңғолия, Өзбекстан, Қытай. Қазақстанға оқуға келетін біздің жастарымыз негізі. Қазіргі таңда енді қарап отырсақ, неден Ираннан, Ауғанстаннан, Түркменстаннан жайлап көш бізге қарай бұрылып келе жатыр. Өтініштер көп сұрап жатқан, сол жақтан қазір басымырақ жұмыс жасауға осы негізгі Иранмен басталып жатыр. Енді мынау Монғолиядан келіп жатқан қазақ жастары үшін, қарындастарымыз, інілеріміз үшін оларға қазақ тілі ешқандай бір мәселе емес деп ойлаймын, проблема емес. Жалпы Қытайдан келіп жатқан, басқа елдерден келіп жатқандар қазақ тілі қандай олардың? Енді бір жағдайды айтып өтейін. Мен өзім бірінші рет осы Нұр-Сұлтан қаласына келіп осы жұмысқа орналасқан кезде Еуразия ұлттық университетінің сол халықаралық жатақханасында тұрғам. Әрине. Сол кезде дайындық бөлім студенттері де сол жерде жатты. Сол кезде мен көргем, Қытайдан келген бауырларымыз әліппеден бастап оқиды. Яғни қазақ тілін деңгейі, ол қазақша сөйлей алмайды емес, сөйлей алады, бірақ жазу бір бөлек та. Оларда Ахмет Байтұрсыновтың төте жазу нұсқасы бар, Қытай тілінде жаза алады. Сондықтан сол қазақ тілін олар әліппеден бастап оқығандықтан бірден жоғарғы оқу орнына түсу деген сияқты нәрселер енді әртүрлі қиындықтар болады. Деңгей негізі солай. Қытайдан келген, біздің Ираннан келген бауырларымызға осы нәрсе. Бірақ біз осы проблеманы алдын алу мақсатында онлайн түрде біз қазақ тілі курстарын ұйымдастырып жатырмыз. Өткен жылы бұл курс жай курс емес, бір күнде 4 рет болады. Уақыт белдігіне қарай Европа қазақтары үшін, сонау ақш-тағы қазақтар үшін таңғы уақытта болады, Түркия қазақтары үшін Иран деген сияқты. Әріп оқимын, ол жерде кәдімгі жазба сабақтар бар. Әріптің жазылуы, содан бастап біз нұсқау береміз, осы жерден бастап үйреніп оқып мүмкіндіктер бар. Яғни ол содан бастап оқиды, одан кейін келіп дайындық бөлімінде жазбаша нелерді оқиды. Солай қазір кезінде солай келіп те жетістікке жетіп, қазіргі таңда үлкен ғалым болып жатқан ағаларымыз бар. Соларды мысал ретінде көрсетіп айтамыз. Қазір сол жастардың, осы жас қазақ ұйымы қазір мына неден шетелден келіп жатқан қазақ жастарын қазақ қоғамына сіңісу, бейімделу жағында қандай жұмыстар істеп жатыр? Мысалы, бізде енді басқа мемлекеттерден, ТМД-дің несінде болған елдерден ондай бір қиындықтар жоқ, бірақ әсіресе осы Қытайдан келген қазақ жастары өте дұрыс айтасыз. Мысалы, қоғамға қандай бейімделу жұмыстарын жасап жатыр? Өзбекстаннан келген бауырларымыз ол тез бейімделеді. Иә, өйткені бір ғой бізбен енді. Иә, тез бейімделеді, өте белсенді, бізбен тез тіл табысып араласып кетуге де деген сияқты. Енді қазіргі енді бір 30 жыл болды біздің тәуелсіздік алғанымызға. Соның өзінде бір өзгешеліктер бар. Олар менталитетте Моңғолиядан бар, одан басқа да. Оны бір мәселені негізі көп жалпылама айтуға болады, бірақ бір кішкентай бір-екі нюанстарын айтса да мәселе түсінікті болады. Сол сияқты бізде жазғы лагерь болды. Жазғы лагерьге бізде қателеспесем 12 мемлекеттен келді.
жалпы бәрі осы мектеп жасындағы балалар, 8-ші класстан 10-ші сыныпқа дейінгі балалар. Сол 30 бала 40 баладан келді ғой, әр мемлекеттен. Ираннан келді, Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Ресей бар, Моңғолия бар деген сияқты. Сол балалардың араласу кезінде осы нәрсе байқалды. Мен өзім байқағам. Сол балалармен жүріп, осы Бурабайға бардық, неге бардық, сода келіп жүргенімізді байқағанбыз. Бір қуантатын нәрсе, парсы тілінде сөйлейді, моңғол тілінде сөйлей алады, қытай тілінде сөйлейді, өзбек дегенмен барлығы біріккен кезде, бәрі бір ауыздан қазақ тілінде сөйлеген көрген кезде бір күшті, жақсы бір сезімде қаласың. Сол балалардың арасында сондай бір менталитет байқалады. Бірақ енді жас қазақ ұйымы дегенде отандастар қоры осы бейімдеу бізде негізгі жұмыс, ол жаңағы дайындық бөлімдері. Негізі сол бейімдеу үшін құрылған. Одан басқа тікелей онлайн жұмыстар, олармен бірге өткізетін әлеуметтік іс-шаралар, яғни біздің жас қазақ инстаграм парақшасында қазақ музыкалары деген сияқты көптеген сондай әлеуметтік жаңағыдай тарауларды жіберіп отырамыз. Оның өзі бір бейімдеуіне, жалпы құлағының үйренуіне, қазақ тіліне деген сияқты нәрселерге бір ықпал тиеді деген ойдамыз. Жалпы байқаған, жас қазақ ұйымы көбінде жаңағы дайындық бөлімінен жастармен көп жұмыс істейді, студенттермен көп жұмыс істейді, шетелдегі қазақ жастармен жақсы. Мынау осы жақта келіп оқып жатқандарынан бөлек, сол жаңағы мысалы Қытайда болсын, басқа мемлекеттерден өзінің жоғарғы оқу орындарында оқып, сол жақты бітіріп, керемет мамандықтарын иегері атанып Қазақстанға келіп жатады. Соларды осы жерге бейімдеу, осы еліміздің өркендеуіне қызмет еттіру үшін қалай пайдалану керек? Бұл жағынан қандай жұмыстар атқарып отырсыздар? Енді жалпы олармен бір байланыс бар ма? Шетелде оқиды, олар білім алып келеді жаңағы. Бұл олармен байланыс бар. Бізде негізгі магистратураға, докторантураға сұраныс келеді ғой. Сол кездерде біз танысамыз, грант жөнінде енді ақпарат сұрап, енді жоғары оқу орнын шетелде бітіріп келген деген сияқты. Енді жұмыс жағынан, бейімдеу жағынан енді бір әртүрлі негізінен. Бірақ бір нәрсені үнемі айтып жүремін, біздің қазақстандықтар осы жаппай енді әлемдік не ғой, енді ашығын айту керек, Қытай тілін үйреніп жатады ғой көбісі. Бірақ мен айтамын, біздің бауырларымыз біліп келеді де, егжей-тегжейлі, сонда бір оңтайлы пайдалануды да кейде ұсынып жатамыз. Яғни олар бірақ қазақ тілін жетік біледі. Енді тікелей былай байланысып, олармен жұмысқа орналасу жағынан деген сияқты нәрсе бізде ондай практикада болмады, тәжірибеде. Бірақ сол шетелдегі оқып жатқан студенттерді, мына бізде баллон процесі деген бар, академиялық ұтқырлық орталығы, солар арқылы бір семестрге болса да университеттерде тәжірибе алмасу үшін ауыстыру жөнінде, сол жаңағыдай обмен дейміз ғой, жалпы атымен айтқан кезде, сол кезде ұлты қазақ бауырларымызға негізі акцент жасауды, өйткені бізден енді Европадан келе қоймас, еуропалықтар мүмкін қызығып келеді, бірақ сол жерде негізінен акцентті сол біздің бауырларымызға қою жөнінде, үлкен ғалымдармен жаңағыдай тәжірибе алмасу жөнінде жұмыстар жүріп жатыр. Ол дегеніңіз бізде жалпы қағаз жүзінде құрылмады, бірақ мақсатымыз шетелдегі қазақ педагогтар қауымдастығын. Яғни ол үлкен ғалымдармен жетістікке жеткен сол университеттегі. Кеше осы байқасаңыздар, отандастар қорында Гүлнар Кендірбай деген біздің ғалым тәтеміздің кітабының тұсаукесерін ұйымдастырдық. Яғни ол біздің қазақ тарихына Колумбия университетінің профессоры, қазіргі таңда Қазақ ұлттық университетіне келіп қызмет атқарып жатыр. Одан бөлек бізде Нұршат Нұражы дейтін Техас университетінің профессоры, өте білікті химик, қазіргі таңда келісімшарт арқылы Назарбаев университетіне келіп, толығымен химия факультетін қазір қалыптастырып жатыр. Ол кісі де қазір осында Қазақстанда жүр. Сол сияқты тенденцияны жалғастыру мақсатында дәстүрді біз осы қазақ педагогтар қауымдастығын құрып, ол жерге жаңа білікті ғалымдарды жинап, тәжірибе алмасу деген сияқты нәрселерді қолға алып жүргізуіміз келеді. Ол енді жайлап келе жатыр. Бұйырса ол жұмыс болады. Құрылады. Білім министрлігі жалпы үнемі бізді қолдайды ғой. Жалпы гранттар бөлу жағынан болсын, осындай жұмыстар бойынша жалпы алғысымды да айтып өтейін. Солай жұмыстар. Негізгі білім саласы ол тек қана Қазақстанға алып келіп оқыту емес, яғни байланыс орнату. Жалпы қандастар деп алатын болсақ, қандастар екі мемлекет арасындағы алтын көпір. Әрине. Деген біздің сондай ұстанымымыз.
жалпы дұрыс айтасың Нұреке, осы ұсыныстар болса, белгілі бір нақты жобалар болса, біздің елдің үкіметі бір нәрсені ашық айту керек, қашанда сол шеттегі қазақтарды қолдау мәселелері туралы ешқашанда бір неғып қалған жоқ, ол жағынан қолдап жатыр. Мысалы жаңағы білім министрлігін айтып жатсыз, басқа да органдар нақты ұсыныстар мен жобалар ұсынса, оны қолдап отыр негізінен. Біздің негізгі министрлігіміз ол ақпараттық қоғамдық даму министрлігі. Енді ол бірінші кезекте ғой. Бірінші кезекте үнемі қолдап, осы барлық жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік беріп жатқан. Мына жақтан сұрақтар келіп түсіп жатыр. 2021 жылғы биылғы, яғни тәуелсіздіктің 30 жылдығын қалай атап өткелі жатыр дейді. Жас қазақ болсын, енді сіз отандастар қорының өкілі ретінде болғанда да сұрақ қойып жатқан шығар. Енді қазіргі мына пандемияға байланысты әртүрлі жағдайлар нақты айту қиын болып тұр ғой. Біз қазір болады деп айтып қалып жатсақ, ол болмай қалып жатса тағы көп болады. Бірақ енді жоспарлар бар. Біздің іс-шараларымызға жоғарғы лауазымды қызметкерлерді шақыру деген сияқты, мысалға одан бөлек отандастар форумын өткізу деген сияқты осындай негізі жобаларымыз бар. Оны алдағы уақытта біз енді әлеуметтік желіде жариялаймыз. Оны нақтыланбағандықтан, бекітілмегендіктен қазір айту қиын. Бірақ тәуелсіздік деген кезде мен бір оқиғаны айтып өткім келеді. Осы біздің енді бұрын өзімізден де осы елде өстік қой, көп нәрсенің қадірін білмеген шығармыз. Бірақ тәуелсіздік деген нәрсенің қадірін мен осы отандастарда жүріп бір түсінгендей болдым да. Бір мысал, Қытайдан дүниеге келіп, сол жақта өсіп, одан кейін Египетке білім алуға барған қандасымыз, енді Қытайдағы жағдайға байланысты өзінің еліне қайта алмайтын болды. Ол жақтағы отбасылық жағдай қиын болды. Енді бір саяси неге ұшырады десе де болады. Сондықтан біздің осы дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы араласып отырып, отандастар қоры, халықаралық біздің заңгерлер араласып отырып, сол қыз баланы, мен өзім кездескен, қыз баланы тікелей Қазақстанға алып келіп, азаматтық алуына көмектесіп, бір сақтап қалды десе де болады. Яғни бұл міндетті Қытайға өту міндетті емес болып қалды да бұл бала үшін. Бұл да яғни бір тәуелсіздігіміздің бір белгісі ғой. Сондықтан қазіргі жастар арасындағы патриоттық сезім деп жатамыз, отансүйгіштік деп жатамыз. Осы келіп жатқан, біздің дайындық курсқа түсіп жатқан, шеттен келіп жатқан қазақ жастар арасында насихатталуы қандай сіздердің тараптарыңыздан? Патриоттық жағынан отансүйгіштік кездесулер болып тұра ма, әдеби, мысалы біздің тарихшылармен, енді олар көбінде біздің Қазақстанның тарихын толық түсінбеу керек, шеттен сол жақтан. Бізде сол енді жаңағыдай тестілеу сынақ кезінде сол қазақ тілі мен Қазақстан тарихы сұрақтарына қиналады. Сондықтан бірақ патриоттық сезім жоқ емес, бар. Енді елім деп келген азаматтарға мен тіптен сөзім жоқ. Бірақ кей жағдайлар болып жатады. Өз елдеріне оқуға түсе алмағандықтан келіп жатқандар да бар. Ондайлар да жоқ емес, бірақ елім, жерім деп келіп жатқандар да бар. Енді әр адамның өзіне де байланысты ғой. Ал енді шетелдегі біздің бауырларымызға тоқталатын болсақ, ол жерде де енді әртүрлі. Жаппай бәрі елім деп тұр, жалпы бәрі отан үшін, ел үшін деп тұр деп айту қиын. Бірақ ондай азаматтар жоқ емес, бар. Басым көпшілігі негізі осы патриот жастар. Сөздің шынын айту керек. Енді біз өткен жылы Шымкент, Түркістан қалаларында киелі Қазақстан жобасын өткіздік. Қазақстанға келіп білім алып жатқан жастарды жинадық. Жалпы 18 жоғары оқу орнынан келді, 16 жоғары оқу орнынан келді студенттер. Барлығы да елім деп, жерім деп келген азаматтар. Қазіргі таңда енді азаматтық алу, енді ол бәрі де адамның өзінің жеке несінде, өзі біледі ғой енді былай айтқан кезде. Бірақ біз ықпал жасаймыз, айтып түсіндіреміз. Бірақ осы патриот. Бірақ жүректе, отансүйгіштікте ол кезде граница жоқ қой, шекара жоқ. Әрине. Сондықтан қадірлі жастар, бізді тамашалап көріп отырсаңыздар, әсіресе енді Нұрымжан келгеннен кейін де біраз шеттен келген қазақтарымыз, жастарымыз бізді тамашалап отыр деп ойлаймын. Солар сұрақтарыңыз болса, мында жаздырып қалдырып отырыңыздар, мен оқып отыруға тырысайын. Мына жерде бір сұрақ бар. Мен өзім Қытайда тұрам, яғни бірақ дайындық курсына түскім келеді Қазақстанда дейді. Бірақ маған қазір шекара жабық, мен не істеуім керек? Біздің парақшада болу керек. Инстаграм болсын, Фейсбук болсын, жазыңыз. Қытайда Инстаграм, Фейсбук ашылмайды ғой ол жақта. Тек ол жақта байланысқа шығып отыр ғой қазір. Қалай шығып отыр?
Жоқ, оны осы жақтағы адам жазып отыр. Да. Иә. Бізде ол тәжірибеде бар. Ол қалай істейді мысалы? Да. Бізде мысалы Қытайдан келген бауырларымыз Қытайда бір жерде осы Қазақстанға оқуды армандайды, оқуға түскісі келеді, дайындық курсқа түскісі келеді, биыл шығайын десе бір құжат мәселесі бәрі дайын, бірақ шығайын десе өзі шекара жауып. Ал енді қалай түседі биылғы дайындық курсқа? Дайындық курсының бәрі онлайн. Ол мүмкіндік береді. Қалай тапсыра алады мысалы? Бізде сайттар бар ма? Мысалы Қытайда ашылмайды ондай сайт, иә? Біздің сайттардың көбі Қытайда ашылмайды. Бірақ бізде Қытайда жоғымыз, 500-ден аса қандасымыз оқып жатыр ғой. Сол жақта? Да, сол жақта тұрып. Бізбен өткенде бір кездесу ұйымдастырдық. Назарбаев университетіне Абай грантымен түскен біздің бауырларымызды кездесу ұйымдастырдық. Сол кезде тікелей эфирге Қытайдан отырып осылай жүзбе-жүз сөйлестік. Негізі мүмкіндіктер бар, иә. Бірақ енді қалайда сөзін шынын айту керек, бізде Қазақстанға келіп жүрген осы бауырларымыз біледі, WeChat-пен жеткізу керек деген сияқты. Солар арқылы да шығып жатқан кездер болады. Солар арқылы да шығып сіздермен байланыс жасауға болады. Біз толық ақпаратын береміз. Ол өзінің жаңағы WeChat арқылы өзінің құжаттарын жіберсе, Қазақстанда отырып онлайн сайтқа кіріп сол кісі орнатынан тіркеп берсе деген сияқты нәрселер болады. Оны жасауға. Ол үшін міндетті түрде шетел паспорты болу керек пе? Жасату керек пе? Шетел паспорты оларда бар ғой, бірақ қолдарында емес болуы мүмкін. Иә. Сондай жағдайда біз университеттерден шақырту жібереміз, шақырту келеді, оның өзінің жүйеленген несі сондай, бекітілген үлгісі бар, шақыртудың университет балаға тікелей жібере алмауы мүмкін. Жаңағыдай туысы арқылы, танысы арқылы, солай WeChat арқылы жетеді, сол қағаз арқылы олар паспорттарын алады. Паспорт алғаннан кейін оларда негізінен проблема жоқ Қазақстанға өтуге. Енді шекара ашық болса, пандемияға байланысты жабылып қалмаса, негізінен солай келіп жатыр. Өткен жылдары ең көп қай елден келді? Негізінен студенттер. Моңғолия. Қанша келді? Мысалы бір жылда? Бір жылда 500 ғой, орташа есеп 500. Ал Қытай елінен қанша келеді? Ол жерден де 300-400. Ол жер көшіп келгендер, отбасымен көшіп келгендер көп па, жоқ, әлде студенттің өзі келіп жатқандар көп па? Студенттің өзі келіп жатқандар көп. Негізі сол, негізі балаларын жібереді ғой. Балаларын жіберіп, елбасының өзінің бір айтқан керемет сөзі бар ғой. Ботасын алсаң, анасы қайда барады деген сияқты. Сол сияқты міне бүгін келіп оқып жатыр, ертең олар оқу бітіреді, жұмысқа орналасқаннан кейін ол бала өзінің ата-анасын көшіріп алып келуге тырысады. Бәріміздің де ата-ана алдындағы борышымыз ғой. Сондай бір не бар, бірақ негізінен келіп жатқан студенттердің өздері. Көшіп келіп жатқандары да аз емес, бірақ сіздерге мысалы келіп Қазақстанға келіп ең бірінші келеді ғой, студенттер, жастар келеді, немесе басқалай келіп жатқан қандастарымыз бар, солар ең бірінші Қазақстанға келеді, көп нәрсені біле бермейді. Осындай жағдайда бір қиыншылыққа, документ жағынан қиыншылықтарға жолыққан кезде қалай хабарласу керек сіздерге? Өте дұрыс айтасыз. Бізде негізі 1404 біздің байланыс орталығымыз бар. Одан кейін әлеуметтік желілердің барлығына тікелей жауап береміз. Сұрақ болса жеке номерімізді беріп хабарласамыз. Бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, жаңағы Шымкент, Түркістанда жинаған жастарымыз, оларға тапсырма берілген, топ құрыңыздар, өздеріңізден бұрын келген 4-ші курста, 3-ші курста оқитын бауырларыңызды жинаңыздар, ақпараттық топ болсын. Яғни бізбен тікелей байланысады. Мысалға, ол топты білмеу мүмкін, яғни ол Атыраудағы Халил Досмұхамедов атындағы университетінде оқиды. Ол жаққа көп келеді, Өзбекстаннан, Қарақалпақстаннан. Бізге хабарласады, біз ол кісіге береміз номерін. Сол жақтағы біздің өкіліміз десе болады. Ол өзінің жүріп өткен жолы ғой. Яғни бірінші курстан келді, сол проблемаларға ұшырасты, бірақ шешті, қазіргі таңда оқып жатыр. Сол өзі көмектесіп, менторство деп айтады ғой, былай айтқан кезде, қолдау білдіреді. Сондай біз топтарды университеттерде қойғанбыз. Қазіргі таңда енді жұмысы оның түзеліп келе жатыр. Тікелей университетке барады, олар сұрақ болса тікелей бізге шығады, ол жаңа өкілдермен біздер тікелей байланыстамыз. Жеке номерлеріміз де бар, жұмыс номері де бар деген сияқты. Бұлардың барлығы ақпарат мәселесі ғой, ақпараттың жетпеуі, дұрыс білмеуі деген сияқты. Сондықтан осындай біз студенттерді жинап, сондай мақсатпен ақпараттарды түсіндіріп, тапсырмалар беріп, солай жібердік. Қазір байланысу қиын емес қой. Иә. Жалпы осы отандастар қоры құрылғаннан бері, мысалы, бүкіл қазақтардың тәуелсіздік алғалы 30 жыл, осында қанша қазақ көшіп келді,
қаншасы мысалы түрлі салада, еліміздің түрлі саласында жұмыс істеп жүр, қаншасы ауылдарға барды, оның ішінде қай өңірлерге барды деген сияқты. Қазіргі келіп жатқан қазақтардың көшіп келгеннен кейінгі жолығатын қиындықтары қандай деген сияқты. Мысалы бұрынғы кезде басқаша, қазірде әртүрлі ғой, енді заман өзгерген сайын өзгеріп жатыр. Осылардың барлығын зерттейтін бір отандастар қоры бір институттың жұмысын атқара ала ма? Жатыр десе болады, өйткені ақпараттарды жинап жатыр. Бізде департамент бар, арнайы аналитикалық талдамдық жұмыстарын жүргізетін. Ол жерде халықаралық тәжірибе бойынша өзінің зерттеген жұмыстары бар. Соны қазір Қазақстанда жүргізіп жатыр. Жаңағыдай саны, сапасы, қанша Қазақстаннан кетті, қанша көшіп келді, қай жақтарда орналасқан, нақты сандармен сол мамандарда бар. Мен қазір бір-екі сандарды білемін, бірақ айтқанмен ол қате болушы мүмкін. Сондықтан бірақ бұлардың барлық ақпараттар біздің әлеуметтік желілерімізде тұр, сайттарымызда тұр, сонда кіріп қараса да болады. Енді бірақ бұрынғыдай емес. Бұрынғы енді кезінде көшіп келген, сонау 90-шы жылдарда көшіп келген біздің бауырларымыз айтады, әпкелеріміз қазір бізде жұмыс жасайтын бар. Ол кісілер айтады, қазіргі жастарда арман жоқ қой деп, кейін келіп жатқан. Қазір дайындық бөлімі бар, жатақхана беріледі, шәкіртақы беріледі, оқу тегін деген сияқты. Олар өздерінің сол кездегі студент кезіндегілерін айтып отырса, баратын жерлері жоқ. Өзге мемлекет айтқан кезде андай саябақтарда қонып жүріп оқыдық деп өзінің бір естеліктерін сондай айтып отырады. Соған қарағанда енді салыстырмалы түрде қарағанда қазақ студенттерінің жағдайы жақсы. Енді жалпы отандастар қоры сол жазғы лагерлерден бастап докторантураға дейін қазір толық жұмысын жүргізіп отырмыз. Жазғы лагерлерге де бөлінеді, келіп жатады қандастарымыз, одан кейін дайындық бөлімі бар, бакалавриатқа түсуге де мүмкіндік бар, колледжге түсуге де мүмкіндіктер бар, одан кейін магистратура, докторантура барлық мүмкіндік бар. Енді мынау әр нәрсе бәрібір айтқанмен де ол қаржымен бітіледі, отандастар қорына қолдау, елбасы өзі де айтты, осылай қолдаңдар деп. Жалпы осындай бір қоғамда басында бір жақсы мәселелер көтеріліп еді. Бір жақсы кәсіпкер азаматтар, әрбіреуіміз 5 қазақтан көшіріп әкелсек шетелдегі қазақ қала ма деген сияқты. Бұл жағынан кәсіпкер азаматтар қолдап жатқан қорды, сіздердің жұмыстарыңызды қолдап жатқан ұйымдастырып жатсыздар ма осындай? Негізінен мен бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Бірақ негізі біз мемлекеттік тапсырма аясында жұмыс жасаймыз. Жаңа айтып өткен жаңағыдай ақпараттық қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен негізі кәсіпкерлер жоқ емес бар. Мемлекеттік қаржыдан бөлек өз еркімен, бұл енді бір бүкіл қазақтың ұлттық мәселе ғой. Осыған өзінің қаржысын құйып жатқан жоқ емес, бар. Келіп жатқан қандастарымызда кейде проблемалар болып қалып жатады. Ондай жағдайда біз хабарласамыз, ол көмектеседі. Енді кішігірім, бірақ енді барып көшіріп алып келді дегенде ондай азаматтарымыз да бар. Бір мәселе, мысалы қарапайым, біздің осы жас студенттеріміз келді Қазақстанға жайдарман ойнауға. Кейде формамыз жоқ деді, келетін алу керек еді деген ұсыныс берді. Біз қауымдастық арқылы бір кәсіпкер ағамызға хабарластық. Балаларды солаймен киіндіріп берді. Балаларымыз қатысты, қазіргі таңда жайдарман ойнап жүр. Сол бір кішкентай ғана өзінің оның өзі бір қазақтың қазаққа деген көмегі ғой. Арадағы жылулықты әсіресе аңсап, осындай бір жылулықты шеттен келген қазақтар аңсап келеді. Сол кездегі осы жақтан көріп жатқан аз да болса жылулық көрсе олар. Осы жылулықты мына пандемия кезінде мен ойлаймын. Өйткені біраз мәселе болды. Балаларымыздың медициналық сақтандырулары болмады. Ауырып қалған жағдайда қиын болатын еді. Оларды енді еліне қайтайын деген жағдайда Моңғолия мысалы шекарасы жабық болды. Ашып қабылдаймыз деген өзінде ұшақ ұшпады. Ресей арқылы көлікпен тағы бара алмайды, өйткені Ресей жабық деген сияқты. Сондай кезде біз университеттерге, жоғары оқу орындарына өтініш бердік. Айттық, жатақханаларды жаппады. Университеттерге, жоғары оқу орындарына бас иіп алғыс айту керек. Барлығын жатақханада бір тәртіппен ұстап, қорықпай, негізінен Құдай сақтасын, біреу ауырса бәрі ауыратын жағдай ғой енді. Құдай сақтасын, бірақ ондай жағдай тіркелмеді әлі күнге дейін. Әлі сол бір тәртіппен тұрып жатыр. Балалардың да шыдамдылығы күніне жарты 30 минут қана шығарады. Мен өзіміз бір әлеуметтік қолдау ретінде жаңағыдай азық-түлік, маска деген нәрселерді апарып қолдау білдіріп тұрдық қой студенттерге қолымыздан келгенше. Сол кездегі сондай жағдай болды. Шынымен де олар егер университет өзінің жаңағыдай тәртібін қойып біз кіргізе алмаймыз, пандемияға байланысты біз жатақханамыз жабық десе, ол тіптен жаман нәрсе болар еді. Баспана болмады. Сондықтан біздер барынша қолдау білдіріп,
қазіргі таңда әйтеуір аман есен оқуын жалғастырып жатыр ғой. Бәрекелді, рахмет. Әсіресе сол кездегі сондай мынау Астанадағы, Нұр-Сұлтандағы Евразия ұлттық университеті ең бастысы, Ерлан Батташұлына, Павлодардағы университеттердің, Петропавлдағы барлық жоғарғы оқу орындарының сол кездегі бір өте батылдық шешім қабылдаған басшылықтарына алғыс айтамыз негізінен. Ал енді мынау 21 жылы қазір осы жастарға, шетелдегі қазақ жастарға қандай қуанышты жаңалықтар бар сіздер тарапынан? Болғалы жатқан жоспарларыңыз қандай деген ғой? Бізде енді бұл өткен жылы жазғы лагерлер болмай қалды. Негізі біздің лагерь ең балалардың сондай риясыз күлкісімен, қуанышымен келіп, қауышып, бір-бірімен танысып, бұл деген бір танысу үлкен әр жағында байланысқа, бауырлық, достыққа айналып кетіп жатады ғой. Сондай жазғы лагеріміз биыл болады деп жоспарлап отырмыз. Одан кейін жастармен жұмыс барысында біз осы Қазақстандағы жастар жұмыс комитет бар ғой, сол комитетпен бірігіп, сол комитетке жалпы Қазақстанда өтетін жастарға байланысты іс-шаралардың көбіне қазақ жастарын қосуды ұсындық. Былтыр өткен жылда қабылдаған, биыл де қабылдайды деп ойдамыз. Яғни жаңағыдай Зерен бар, одан басқа да форумдар бар, фестивальдар бар, жалпы Қазақстан ішіне арналған. Бірақ соның барлығына кемінде 10% болсын, 20% болсын қандастарымызды шақырып отыратындай. Ол ішкі біздің бейімделуге, қазақ жастарының бейімделуге, осы қоғамға өзінің бір тұлға ретінде кіріп кетуіне керемет мүмкіндіктер жол ашады ғой кәдімгідей. 100 адамның 10-ы біздің қандасымыз болса, ол 100 адамның ықпалында не істеп бейімделеді ғой, танысады, жолығады деген сияқты. Енді бір әлі нақтыланбай жатыр. Негізгі жаңалық деп айтатын нәрсе ол жаңағындай магистратура, докторантура еді. Былтыр болмады, сұраныс көп болды. Енді биылғы жылға әлі шешім шықпады. Күні кеше сөйлестім балам процесімен. Ол болса міндетті түрде біз оны жариялаймыз. Жақсы, Нұреке, атқарып жатқан істеріңізге ілгері болсын, табыс тілейміз. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Рахмет, сіздерге рахмет. Осындай сұхбат ұйымдастырғандарыңыз үшін барлық бауырларымызға амандық, дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілейміз. Жалпы қай жерде жүрсеңіздер де қазақ екендеріңізді ұмытпай, ол мейлі Қазақстанға келіп көшіп келу, айтқан кезде міндетті деп те айту қиын. Бірақ енді ата жұртқа келгенде арман жоқ қой. Бірақ елім, жерім деп айту, ол жүректе шекара жоқ. Осыны айтып өткім келеді. Бәрекелді, рахмет, қадірлі достар. Осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Бүгінгі Нұрымжан Жұмағазиевпен болған сұхбатымыз шетелдегі қазақ жастарының Қазақстандағы білім алу мәселелері болатын. Егер осыған қызығушылық танытып, осы туралы ақпараттар білеміз десе, біздің YouTube каналға осы бүгінгі тікелей эфир жүктеледі. Сол жерден көріп ақпараттар алуға болады. Баршаңызға рахмет.